Бүгін мынандай сұрақты қарастырайық. Қазақстанда қай жастан бастап жұмыс істеуге рұқсат етіледі? Заң бойынша Қазақстанда 16 жастан бастап жұмыс істеуге болады. Сізбен ресми түрде еңбек шарт жасалады, жалақы төленеді, зейнетақы жарналары аударылады. 16 жастан бастап зейнет туралы ойлану керек. Сонымен жұмыс істеуге болады, бірақ шектеулермен. Өйткені 16 жас 18 емес. 18 жасқа толмағандарға не істеуге болмайды? Ең бірінші ауыр және зиянды еңбек. Шахталарда, заводтарда, құрылыс алаңдарда және түнгі ауысымда жұмыс істеуге тыйым салынған. Екіншіден, қосымша жұмыс істеу, яғни сверхурочно. Егер сізге бастық жарай тағы 2 сағатқа қалшы десе, оған заң рұқсат бермейді. Үшінші, демалыс және мереке күндері жұмыс істеуге жасөспірімдер үшін тек демалу режимі заңды. Содан кейін алкоголь және темекі өнімдері саласында жұмыс істеуге болмайды. Сізге темекі немесе спирт сатуға рұқсат жоқ, ал оларды тұтыну тіпті ерте. Ал егер 16-ға толмаған болсаңыз, жұмыс істеуге бола ма? Болады, бірақ сақтықпен. 15 жастан бастап ата-ананың жазбаша келісімімен ғана жұмыс істеуге рұқсат. Егер рұқсат болмаса, жұмыс беруші сізді жұмысқа ала алмайды. 14 жастан бастап тек жеңіл жұмыстарда істеуге болады, бірақ оқуға кедергі келтірмеуі тиіс. Шахталар, құрылыс алаңдары және түнгі ауысымдар болмайды, бірақ жарнама қағаздарын тарату, курьер болу рұқсат. 14 жасқа дейін тек театрда, кинода, цирк және басқа шығармашылық салаларда болады. Егер сізді Голливуд шақырмаса, заң былай дейді: оқы, ерте әлі жұмыс істеп үлгересің. Сонымен, Қазақстанда ресми түрде 16 жастан жұмыс істеуге болады. 15 жастан бастап ата-ананың жазбаша келісімі қажет. 14 жастан бастап тек жеңіл жұмыстар, оқуға кедергі кетірмеуі тиіс. Ал 14 жасқа дейін тек шығармашылық салаларда жұмыс істеуге рұқсат. Сұрақтарыңыз қалды ма? Жазыңыз. Барлық сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз.